Баршаға сәлем, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Минус 31 градус аяз. 20-22 қаңтарға ауа райы болжамы жарияланды. Қазгидромет РМК 20-22 қаңтарға ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктердің хабарлауынша, алдағы күндері шығыс Еуропа аудандарынан циклон, Сібір антициклонын баяу қысады. Циклон алдымен республиканың батыс бөлігіне әсер етеді. Онда қар жауады, боран мен жел күшейеді. Бірақ елдің солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде және орталығында аптаның тыныш аяқталуы күтілуде. Онда негізінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республиканың оңтүстік шығысында Иранның аудандарынан жылы ауа массалары бар. Тұрақсыз ауа райы болжанады. Қар жауады және желдің күшеюі күтіледі. Түнде елдің батысында ауа температурасы 7-15 аязға дейін. Солтүстік батыста, солтүстікте және орталықта 15-23 аязға дейін әлсірейді. Оңтүстікте 5-13 аязға дейін көтеріледі. Шығыста 22-31 аязға дейін, оңтүстік шығыста 13-22 градусқа дейін төмендейді. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатулы қабырға ұстауды нәсіп етсін.